Баршаңызға сәлем, достар. Бүгін біз жапондық кино әлемінде ерекше орын алатын, көптеген көрерменді ойландырып әрі таңдандырған фильм «Ганс» 2011 жайлы толық шолу жасаймыз. Бұл туынды атақты мангаға негізделген, қиял мен философияны, экшн мен драманы қатар алып жүрген ерекше фильм. Егер сізге өмір мен өлім, таңдау мен тағдыр, адамзат пен бөтен күштер туралы терең ой қозғайтын картиналар ұнаса, экраннан алыстамаңыз, біз бәрін егжей-тегжейлі талқылаймыз. Фильмнің басы көрерменді күтпеген жерден ұстап алады. Біз екі жас жігітпен танысамыз. Куроно Кэй өз өміріне мән бермей жүрген, кейде өзімшілдеу жас жігіт. Като Масару керісінше әділеттілік пен адамгершілікті бәрінен жоғары қоятын тұлға. Екеуі метро станциясында кездейсоқ жолығады. Сол жерде мас адамды пойыз астынан құтқармақ болғанда өздері де мерт болады. Бірақ өлім олар үшін шын мәнінде аяқталу емес еді. Көздерін ашса, екеуі белгісіз бөлмеде отыр. Ол жерде тағы бірнеше адам бар, ал бөлменің ортасында үлкен қара шар. Бұл Ганс. Шардың ішінде түсініксіз технология жасырылған, ал ол адамдарға нұсқаулар беріп, ерекше қару-жарақ пен костюмдер сыйлайды. Енді Куроно мен Като және басқа жиналғандар тірілер емес, бірақ өлгенде емес. Олар жаңа ойынның қатысушыларына айналады. Міндеті жерге шабуыл жасаған, адамдардың көзінен таса қалады деп саналатын түрлі инопланеталық жаратылыстарды жою. Әр миссия өмір мен өлімнің арасындағы шайқас. Ганс тек фантастикалық боевик емес. Оның ар жағында өте үлкен идеялар жатыр. Біріншіден, адам өмірінің құндылығы. Өмірді бағаламай жүрген адамдар өлім аузынан кейін қайта мүмкіндік алады. Екіншіден, таңдау мен жауапкершілік. Әр кейіпкер миссия кезінде мен өзімді сақтаймын ба, әлде өзгелерді құтқарамын ба деген шешім қабылдауға мәжбүр. Үшіншіден, жүйеге қарсы тұру. Ганс шары белгісіз күш. Оның айтқанын орындамасаң, жойыласың. Бірақ адамдар әр қашан тағдырға қарсы шығуға тырысады. Бұл фильм бізге мынадай сұрақ қояды. Адамның еркі өз тағдырын өзгерте ала ма, әлде біз бәрібір белгісіз күштердің қолындағы ойыншықпыз ба? Куроно Кэй фильм барысында ол үлкен трансформациядан өтеді. Басында өзімшіл, бірақ уақыт өте жауапты әрі мықты тұлғаға айналады. Като Масару адамгершілікті бәрінен жоғары қоятын кейіпкер. Ол досында бейтаныс адамдарды да қорғауға дайын. Кишимото Кэй нәзік әрі күрделі образ. Ол да бұл әлемде өзіндік орын табуға тырысады. Қалған кейіпкерлер де әртүрлі. Олардың барлығы шынайы өмірдегі түрлі адамдардың бейнесі сияқты. Жалпы алғанда, Ганс 2011 бұл тек қана фантастикалық боевик емес. Бұл адам өмірінің құны, ерік пен тағдырдың арақатынасы, бұлық пен құрбандық жайлы фильм. Егер сізге жапондық мәдениет ұнаса, ойландыратын әрі адреналинге толы туындыларды іздесеңіз, Ганс міндетті түрде көруге тұрарлық. Осылайша біз Ганс фильміне шолу жасадық. Егер сіз бұл фильмді көрген болсаңыз, пікіріңізді қалдырыңыз. Сізге қай кейіпкер ұнады? Фильмнен қандай ой түйдіңіз? Видеоға лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз, біз алда тағы да осындай қызықты шолуларды жалғастырамыз.